Редьярд Киплинг. Маугли. Сценарийдің авторы Белокуров, режиссері Давыдов, қоюшы суретшісі Винокуров, Репкин, композиторы Губайдулина. Рөлдерге дубляж жасаған Нартай Сәрсебаев, Айжан Сәрсебаева. Дыбыс режиссері Константин Гайчук. Адамзаттың баласы. Адам. Ешқашан көрмеппін. Өзі тырдай жалаңаш қой. Ол жанды қайтарыңдар. Адамзаттың баласы біздікі. Сен не? Түсінбедің бе? Бұны айтып тұрған мен, Шархан. Ал бұл мен, Ракша сатана, саған айтам. Бала менікі, тек қана менікі. Ал енді аман тұрғаныңда тайып тұр бұл жерден. Көреміз. Кеңес алдында еркін үйір не дер екен? Джунгли не дер екен?
атайын едің адамзат баласы. Апанында адамның баласы бар деп, осыған дейін ешбір қасқыр мақтанбаған шығар. Солай ма? Осындай жайды естіген сияқтыман. Шерхан дұрыс айтады. Баланы кеңеске көрсету керек. Тыныштал деймін, бақашық. Ой, бақашық? Маугли. Мен сен енді Маугли деп атайым. Маугли? Маугли. Иә, бірақ үйір не дер екен? Қасқырлар арасында адамзаттың баласы жүр. Бізге бәрібір. Адамзаттың баласы Маугли. Адамзаттың баласы Маугли. Маугли, адамзаттың баласы жүр. Адамзаттың баласы Маугли, келіңіз бәріміз банан жейік. Артыңа қара. Әкел бер, артыңа қара. Қасқырлар арасында адам баласы пайда болды. Маугли пайда болды. Адам. Мен қайтем. Қайткен нес? Джунглиге масқара ғой. Көп сөз ғой. О, сымбатты Багира, сізді іздеп едім. Елестетіңізші, қасқырлар үйірінде адам өмір сүреді. Адам, бұл қызық екен. Ол қайдан пайда бопты? Ол Шерханның олжасы. Қалай? Ол қаншер, тағы да адам аулаған ба?
Міне, мына жерден бір үйір дикобраз өткен. Кімдегім дұрыс ізіне түсіп, соларды бірінші боп тапса. Қасқырлар, үйіріне адамды қабылдапты. Адамды қабылдапты деймін. Мен сендерге табыңдар дедім, ұста дегем жоқ. Ешқашан тіл алмайсыңдар. Қанша рет айтам. Қасқырлар, адамды. Қасқырлар, сендер еркін елсіңдер. Бірақ бір қандастарың үйіріне адамды қабыл алыпты. Масқара, джунглиге масқара, ят! Масқара, ят! Джунгли үшін масқара! Масқара бұл! Тынышталыңдар. Масқара деп мен де айтқам. Енді не болады? Адам біздің арамызда өсуге бола ма? Енді қайтем? Жа, тынышталыңдар. Үйір кеңесіне айтса, сол болады. Келе жатыр, келе жатыр. Жақсылап қараңдар, қандастар. Несі бар? Жақсы аңшылар болады. Ал бірақ мынау адам ғой. Мен адамға қарсымын. Иә, жақсы аңшы болады ау. Бірақ адам өз үйіріне қайтуы керек. Тағы кім бар адамды қолдайтын? Бала жайында тағы кім айтады? Бұл менің олжам. Қайтарыңдар. Баланы жақтайтын тағы кім бар? Мен бар. Баланы өлтіртпеймін. Бұл менің соңғы айқасым болса да, ол тірі қалады. Адам, балақай, Маугли, мен баланы жақтаймын. Ол үйірге пайда келеді.
Мен өзім оның тәрбиесімен айналсам, ол менің олжам. Балудан басқа тағы кім бар? Қайтарыңдар. Акелла, және сенің еркін үйірің. Джунгли заңы бойынша. Әркім өзі үшін. Заң солай. Әркім өзі үшін. Дұрыс айтады. Өте дұрыс. Тынышталыңдар. Сендеріне қан ішерсіңдер ме? Шерхан мен ана қорқау ғана сондай іске барады. Иә, рас, солай екен ғой, рас. Джунгли заңы бойынша баланың өмірін сақтау үшін құн төлеуге болады. Багира, айт, ол не қайда? Багира, Айт, Багира. Сөзіме қоса, сендерге бір өгіз атайым. дұрыс айтады. Заңды дұрыс. Заң бойынша дұрыс айтады. Заңды. Жаңа ғана өзім ұстаған. Қандастар, тағы не айтасыңдар? Несі бар? Жүрсе жүре берсін. Бәрібір күнге күйіп өледі. Күзгі жауындардан тірі қалмайды. Өгізің қайда? Багира. Анда, тау шатқалында. Мен бір сәтке. Қайда кеткендерін көріп келейін. Маугли, бүйір ортасында жүруге ұлықсат. Әкесі, тәрбиелей бер. Жарайды. Бәрібір менен құтылмассың. Өкіре бер, өкір. Әлі уақыт келер, сонда мұртыңнан тартып сүйрер сені. Мен білем адамдарды. Бірінші бөлімде жолбарыс Шерханға жем бола жаздаған Маугли атты кішкентай баланың қасқырлар үйіріне алынғаны туралы әңгіме болды. Олжалық айтыңдар. Олжалық айтыңдар.
Міне бұғы қашып барат. Жаннан секір. Шабуылдап. Бас сал. Нашар, өте нашар. Тағы да. Ой, төрт аяғың тұрғанда неге екі аяқпен жүгіресің, а? Жә, сабыр ет, Балу. Маған осылай ыңғайлы ғой. Әрине ыңғайлы. Не дегенмен ол адам ғой. Мен қасқырмын. Еркін үйірдің қасқырмын. Ақмақ. Саған өрмелеумен секіруді үйрену артық емес ау. Ол оңай шаруа емес, Маугли. Жақсы. Жақсы. Жарайсың, Маугли. Тамаша. Неге тентектік жасайсың, Маугли? Мен енді оның терісін сыпырайын дегенім жоқ қой. Мұна тентек не дейді? Жа, сабрет, Багира. Ол не дегенімен адам ғой. Шерғанды ұстаймыз деп қазған орға Хатқи түсті, данышман Хатқи! О, Хатқи! Қазір көмектесем! Сен не істей аласың, Маугли? Мінеки, қараңдар! Масқара! Маугли ағашта өрмелеп жүр, бандарлық сияқты, маймылдар секілді, ят! Рахмет саған, Маугли. Я, Маугли, сен нағыз адамсың. Әрине адам. Тек есіңде болсын, Маугли. Оны Шерхан да біледі. Қош сау бол, Маугли. Сау болыңдар.
аңшылық олжалы болсын. Біз аң ауламаймыз ғой. Өзің олжалы бол. Қолынан бәрі келеді. Қолынан бәрі келеді екен. Бірақ құйрығы жоқ. Бірақ құйрығы жоқ қой. Бірақ жалаңаш. Иә. Ай, ақмақтар, осындайда ойсыз боласыңдар ма? Сендер бұл судың тұрғындарын білмейсіңдер. Не істеу керек? Ырылдау керек. Қашу керек. Не айту керек? Біз, олар... Біз қандаспыз. Сен және мен. Ескертпедім екен, сорлымасыма. Ай, тамыр жегіш кәрмаймақ. Жабай аралар талап өлтірсе, обал жоқ маған ойбай. Бәлкім қадан көмек сұрасақ қайтеді. Жүр, ендеше. Иә, дұрыс. Қаның атын естісе болды, бандырлықтары қалтырап қоя береді. Абайла, Багира. Олжалы аңшылық тілейміз қа. Олжалы аңшылық баршамызға болсын. Бірімізге тамақтанып алу артық болмас. Менің ішім су алған құдықтай қаңғырлап бос тұр. Я, біз де аңға шығып едік, Багира екеуміз. Бізбен бірге жүрік, Әрине, егер қаласаң.
Biz eng aqllimiz. Bizga bir taң qaladi. Biz бүкіл Джунгли taң qaldiramız. Biz eng aqllimiz. Bari bizga taң qaladi. Ya, biz бүкіл Джунгli taң qaldiramız. Bарлығы bizga taң qaladi. Өйткені biz aqllimiz. Buni bari biladi. Бүкіл Джунгли biladi. Qaranglar. Ол менің ең ақылды шәкіртім. Және біз оны жақсы көреміз, Ка. Я, мен де жақсы көрудің не екенін білем. Мен сендерге бір уақиғаны айтып берейін. Оны кейінге қалдырайық, Ка. Сені бандырлықтар жер құрт деп атады ғой. Қайда олар? Біз сені естіген шығар десек. Жоғары! Жоғары қараңдар! Балу! Мен баланы көрдім. Ол тас үңгірдемін деп сәлем айтты. Рахмет саған, Кран! Жақсылығыңды ұмытпаспыз. Ол қасы жоқ. Ол қасиетті сөзді айтты. Ұмытпапты балақаным. Алға! Сонда олар мені сары балық деген екен ғой. Я, балық! Оған қысы жердің құрты деді. Жердің құрты деді. Яғни олар мені бақа деген екен ғой. Я, бақа! Жердің құрты деді. Жолың болсын. Бірге болсын. Багира! Қазір жетем! Багира, мен де жеттім. Құдай сақтап, мені жүздеген қоншыққа бөліп тастамағанына шүкір. Маугли деген сен бедің. Сен бандарлықтарға өте ұқсайды екенсің. Мен қасқырмын. Еркін үйірдің қасқырымын. Менің олжам, сенің олжаң болады. Ер жүрек екенсің. Сөзің қандай жақсы. Бандарлықтар жақсы көріп тұрмасыңдар. Көріп тұрмас, Ка! Қозғалмай отырыңдар.
Кәне көз алмай қараңдар. Bir adım alğa жылжаңдар. Жақындаңдар. Кеттік бұл жерден. Енді болатын сойқанды саған көрудің қажеті жоқ. Тағы жақындаңдар. Енді біраз тұрғанда аузына барып өзіміз түсетін едік. Енді ешқашан Кадан көмек сұрамаспын. Бұл Маугли жайлы екінші әңгіме. Мен таң қалам. Мына сендер сияқты ер жүрек, арлан аңшылар, өздерін қаусап біткен кәрі қасқырға қалайша басқартасыңдар. Менің естуімше үйір кеңесінде сендер оның көзіне де қарай алмайды екенсіңдер. Джунгли әміршісі, бәлкім баланы жеп тойып жатқан шығар. Джунгли әміршісі, бәлкім баланы жеп тойып жатқан шығар. Джунгли әміршісі, бәлкім баланы жеп тойып жатқан шығар. Соғанда демалыс керек. Маугли, мен оның түбіне жет
кетпей қоймаспын. Қызық. Бүкіл денең өзгеріп, бір түрлі құбылып тұр. Саған менің жаңа жамылғым ұнай ма? Өте әдемі. Бұл әсерше. Ал мен шомылған соң қалай құлпырарын көрсе. Онда жүр, суға түсейік. Қоя тұр. Мен қазір тоқпын, ерініп тұрғаным. Онда мен сені көтеріп апарам. Байқа. Сақта! Ал енді сен сақтан. Міне, иық, қол, тізе, бас, аяқ, бүйір, кеуде. Ал енді суға түсейік, ка! Қалай? Жоқ, сен түгелімен көрін, ка! Қандай қызық! Сен ер жеттің, сен айлакер, ақылдысың, дегенмен бұл саған аз. Мен күштімін. Жоқ, сенің тісің мен тырнақтарың әлсіз. Мен кімнен қорқуым керек? Ал Шерханшы, саған темір тіс қажет. Темір тіс? Я, мен оны қайдан алу керектігін білем. Бұлар неге керек? Бұларды не, жеуге бола ма? Сабыр ет, кобра ана, сабыр ет. Бұл адам менің бауырым. Жақсы. Ана жоғарыда, қалада не жаңалықтар бар? Төбемізде джунгли. Қаланың жоғалғаны қашан? Ол менің атамның заманында қирап біткен. Иә. Мен қатты қартайдым. Бірақ сонда да ұлын қаланың қирап құрығанына сен алмаспын. Сен жоғары шығып, өз көзіңмен көрсеңші. Сен маған ақыл айтуға әлі жассың.
Мен мына қазынаның күзетшісімін. Мен бұларды бір сәтке де тастамайым. Ал бізге бұл жерден ештеңке де керек емес. Әрине, тек мына темір тістен басқасы. Ана кобра, осыны маған сыйлаш. Мен саған көл бақалар әкеп берейін. Әрине. Мен бұлардың барлығын саған сыйлайын. Көзіңе түскеннің бәрі. Тек қана сен осы жерде тұрғанда ғана иесің. Рахмет саған, кобра ана. Айналаңа қараш. Анау жатқандар не? Бұл қазынаны алып кетуге келген адамдар. Мен олармен сөйлестім. Одан кейін Бізге сенің қазынаңның керегі жоқ. Оның үстіне мен қасиетті сөзді білем. бұл жерде менің сөзім ғана қасиетті. Бұл жерден бір адам тірі қайтқан емес. Жібере сал, ка! Бұл байғұста уда қалмапты. Шіріген жауын құрт. Сенің қазынаңа жаңа күзетші қажет. Ятай, масқарай, мені өлтіріп кетіңдер. Мынау Багираның көзінен де өткір екен. Ана қақпас кәрі құрттың мені сонша қорқытқанына ұялып тұрғаным-ай. Ятай. Сен бүгін менімен аңға шығасың ба? Саған бұл зат үшін алғысымды қалай жеткізерімді білмеймін. Айып етпе, мен Багираға жетейін. Бұл темір тісті оған көрсетуім керек. Сен қайда жоғалып кеттің? Біз сен әзер таптық. Жүр, аң аулауға кеттік. Тезірек. Ей аңдар! Тыңдаңдар барлығың! Енді менде Мауглида өткір темір тіс бар екен, естіңдер! Естіңдер де барлығына таратыңдар! Сақтаныңдар дұшпандар! Менде мықты қару бар! Түгел есті джунгли! Менің темір тісім бар! Менің қорқып қашыңдар тез маймылдар! Жол босатыңдар Мауглиға! Енді Шерхан сен сақтан! Кездескенде абайла! Маугли! Темір тіс бар менде, Маугли! Акелла, Мауглиді бізбен бірге жіберші. Бізбен. Жолдарың болсын! Мұнаны қайдан таптың, Суық үңгірлерден. Маған Ка көмектесті. Енді маған ешкімнен қорқыныш жоқ. Солай ғой, Багира. Қасыңда біз барда саған қорқыныш жоқ. Бірақ әлемде сенің тісіңнен де күшті бір зат бар. Қызыл гүл. Қызыл гүл? Қызыл гүл. Одан барлығы қорқады. Тіпті сен де қорқасың ба? Иә, мен де. Мен де. Балу да.
Када Шерхан да қорқады. Аналар аң қуып келеді. Олар осылай қуып келеді. Жоқ, басқа жолмен қуып кетті. Суатқа қарай. Акела күшін көрсетсін. Қандастар, арланға жол беріңдер. Секір, бассал Акела! Кәрі қасқыр мүлт кетті. Акела оңбады, Акела сорлады. Анда өзен қамысымен көршілес. Өзеннің арғы бетінде жерде қызыл гүл өмір сүре. Ол кішкентай болады, жас көбелекті яң болады. Ал егер ашуына тисең, күшейіп, ағаштардан да биіктей түсе. Сонда одан құтылу жоқ. Оян, Маугли! Оянсаңшы! Акела мүлт кетті. Үйірге жаңа арлан қажет. Кеңес алдына кеттік. Енді кешігуге болмайды. Жүгір, Маугли! Тез, қызыл гүлді тап. Әйтпесе кеш қаламыз тезірек. Акела мүлт кетті. Джунгли заңы не дейді? Ол біткен қасқыр. Жаңадан арлан сайлау керек. Он 12 жыл мен сендерді жорыққа бастадым. Сен, сұр досым, үйірге жүгір. Сендер осында күтіңдер. Енді мен мүлт кеттім. Сендердің мені өлтіруге хақларың бар, сондықтан айтарым. Кім жалғыз келіп арланда, жекпе-жекте өлтіре алар екен. Біз қандаспыз. Сен және мен. Тезірек, Маугли! Өзі де өлетін кәрі қасқырда неміз бар. Одан да адамның баласын қайтарыңдар. Дұрыс. Кім ол біз үшін? Ол біздің бауырымыз, қаншама көмегі болды. Шархан дұрыс айтады. Берейік олжасын. Айтар берейік, дұрыс айтады. Кетсін арамыздан. Енді шайқасудан басқа амал жоқ. Ол менің бауырым.
Ол менің бауырым. Тоқтаңдар! Немене? Шерхан Арланбет? Жоқ әлде сендер оның табанын жалайтын шие бермедіңдер? Адамның баласы, аузыңды жап! Мына жерде Арамис қайдан жүр? Сен маған адамсың деп қаншама рет айтып ең. Міне, ақыры өзімнің де соған көзім жетті. Сенің де көзіңді жеткізейін. Міне, тарт сазайыңды. Сен мені өлтірем деп едің. Қане тұр, сен мен адам сөйлесіп тұрғанда. Саған Акела үшін, адам үшін, Акела үшін, адам үшін. Қане, тайып тұр, үйтілген мысық. Енді тыңдаңдар мені. Акела Шерханның кесірінен олжадан мүлт кетті. Сендер оны өлтірмейсіңдер. Үйірдің арланы өзі болады. Оны айтып тұрған мен, Маугли, адам. Олар жақындап келеді. Олар көп пе? Олар шетшік жоқ Сарыөзендей ағып келеді.
Біз құрыдық. Рахмет саған Чил. Сен әрқашан үйірдің қырағы көзі болдың. Біз қандаспыз! Еркін үйір. Сариттер жақындап келеді. Келе берсін! Әр сарит қасқырдан әлсіз. Бірақ олар өте көп. Тіпті Хатхидің өзі олармен кездесуден тайсалады. Меніңше бас сауғалап қашқаннан көрі, айқасып өлгеніміз артық. Бұл ұлы жорық болғалы тұр. Ал кейбіреулер үшін бұл соңғы айқас болады. Не айтасыңдар? Бұл Мауглидің кесірі Шерханға бере салу керек еді. Біз айқасты қабыл алдық. Біз дайынбыз айқасқа. Біз шайқасамыз. Біз айқасамыз бәріміз. Айқасамыз. Біз айқасамыз. Мен барып досымды ескертейін. Мен Әбжыланға кеттім. Қайда барасың? Сақ бол, жүр Маугли. Біз айқасамыз деп қатты айғайлады олар. Бәрінен қатты айғайлаған тарбиған мақашық. Ақмақтар. Олар джунгли заңын ұмытқан екен. Әркім өз үшін. Әркім өз үшін. Ал біз шетте жатып күте тұралық. Ал біз соңын күтеміз. Біз қайтадан келгенде мұнда ешкім болмайды. Мауглидің сүйегін ешкім іздеп таппайды. Ішкем іздеп таппайды. Майғыс Маугли. Ақымақ бақашақ. Менің аңшылығыма кедергі жасадың ау. Қайдағы аңшылық туралы айтып тұрсың? Қартайып керең болғаннан саумысың? Мұнда сариттер келе жатыр. Естімедің бе? Біз шайқасты қабыл алдық. Сариттер? Бұл ұлы жорық болғалы тұр. Бірақ одан кейін адамда, қада қалмайды. Данышпан Ка, сен не, ұйықтап қалдың ба? Ойлануға кедергі жасама. Ка.
ер соңымнан. Бұл жабай аралар ғой. Мұнда неге келдік? Ауаданда кәрі, жуан, керең, әпшілаң күтіп тұрады. Иә, бұл дегенің ажалмен ойнау деген сөз. Ока, сен шынымен Джунглидің данышпанысың. Бұл сөзді талайынан естігем. Бар. Тек сен үшін ғана бұл хабарды үйірге жеткізем. Әрине, қақпанға түсіреміз, ка. Олар қуатындай қылып тілімді безеймін. Ал, сақтаныңдар, сариттер. Қане, жақындаңдар терлеріңді тірідей сыпырайын. Қанеки, жақындаңдар. Ей, бері қараңдар, сариттер! Сендерді кім шақырды? Біз Джунгли қожайыны. Ей, сарит! Қане? Сташ! Сары тышқан! Кейін қай! Кесіріпке жеген өлексі! Әлі ертерек, Маугли. Ал, Джунгли қожайыны! Ұстап көр мені! Иттеріңе ай, кері қайтып тышқанымен бақасын жесін! Маған күзетшінің керегі жоқ! Сен енді ризамсың, сары шолақ? Мен өзім шек қарныңды ақтарам. Енді мезгіл жетті. Мә, құйрығыңа ие бол! Ей, қайда? Мен мұндамын!
Иә, ұлы шайқас болды. Кезінде мен сені аман алып қалған едім, кішкентай бақашақ. Енді сен бүкіл үйірді аман сақтап қалдың. Тұрғызшы мені. Еркін үйір. Мен өлім даласына аттанамын. Сендерге жаңа басшы керек. Жас, мақта, ақылды. Мен Маугли жайлы айтып тұрмын. Ал енді мен соңғы әнімді алдарыңда айтайын. Маугли жайлы 4-ші әңгіме. Редьярд Киплинг. Маугли. Адамдарға оралу. Багира, неге менің дәп бір олжадан айырылғандай ұлығым келеді? Сол сәтте бандерлоктар секілді күліп секіргің келе ме? Дұрыс. Міне, тыңдашы. Ол не? Бұл жүрек. Адамның жүрегі. Тек сол ғана қуанып қайғыр алады. Отырсың мұнда. Ал қауынның барлығы қурап қалды. Маған қандай қатысы бар? Қандай. Ал сен жабай аралар жартасына секіріп көр. Жоқ. Су тартылып бір жаққа кетті. Қаратасқа секіріп басымды жарар жайым жоқ. Өкінішті ақ. Сол басыңның жарығынан саған кішкене ақыл кірер ме еді? Мына Сахидің әкелген хабары жаман. Мына терек ешқашан қателеспейді. Джунглиге ұлы құрғақ шалақ келе жатыр.
Күн джунглиді үш күншілік жерге дейін құрғатып жіберді. Құрғақшылық татулығы, Хатхи құрғақшылық татулығын жариялады. Құрғақшылық татулығы кезінде суатқа қорғынышсыз келе беріңдер, қорықпаңдар. Құрғақшылық татулығы кезіндегі аңшылық үшін өлім жазасы. Әттең, бұл заңдылық болмағанда ғой. Сабыр ет. Заңға бәрі де бағынат. Енді бізге шөп жеп үйрену керек шығар. Бізге де жақсы болар ед. Өте. Жақсы айтылған сөз. Құрғақшылық біткенде есте болар. Мынау қан ғой. Мынау қан ғой. Ақсаққан шер, сен не, Хаккидің дабылын естімедің бе? Сен джунгли заңын бұздың. Заңды бұзды. Сабыр етіңдер. Барлығында заңға бағыныңдар. Мен бүгін өте тойып тұрмын. Біз бүгін өте тойып тұрмыз. Сөйле, сұр бауырым. Ол бір ай бойы тығылып жатыпты. Ол адамдардың бойволын ізден адастырушын ұрлапты. Қысқаша айт. Ол қазір суық асуда. Барлығы дайын. Олай болса, кеттік. Сендер буйволдарды төмен жаққа айдаңдар. Біз жоғарыдан барамыз. Біз қандаспыз. Сен және мен.
буйволдар өздері ақ аузымызға түсуге келеді. Ақымақ! Бір табын буйволға кім қарсы тұра алады? Кім бол? Қалай бақашақ, енді нағыз қызыл гүлді еске алатын мезгіл келді. Мен оған теріңді тастасаң, екінші қайтып ке алмайсың деп талай рет айтқан. Мен де айтқам, бұл бағашық саған қарыздар боп қалмас дегем. О, ұстаз, мен джунглиді танымай тұрмын. Жыл өз межесіне келді. Көктемде әр қашан осылай болады. Қарашы, өмір қандай керемет. Осындай кездерде мен гүл немесе көбелек болмағаныма қатты өкінем. Қатты өкінем. Данышпанка, бұл сәт менде ғана болып жатыр екен десем. Тыңдашы, жүрегімнің соғысын. Бол. Көктем. Мұның не екенін мен білмеймін. Шыдай алар емеспін. Шамам жоқ. Демек, бол бала ер жеткен екен. Иә, ол менің ең сүйікті шәкіртім еді.
қандай өрес келдік? Мен не болғанын білмеймін. Ештеңе. Бұл тек көз жасы ғана. Я. Терден айырлап өскөру оңай емес. Менің ол жаққа барғым келмейді. Менің көзім жақынды көруден қалғанмен, есесіне мен алысты көрем. Менің саған айтарым, сенікі дұрыс. Мезгіл жетті. Өз жолыңды тауып ал. Өз қандастарыңның ортасында бол. Сенің туған үйгерің. Мен сені заңдылықтарға үйреттім. Біз қандаспыз. Біз қандаспыз. Сен және мен. Еркін үйір. Мен өз сөзімде тұрдым. Сонымен мезгіл жеткен секілді. Мен адамдар ортасына кетем. Сендерге жаңа арлан керек. Жаңа арлан. Жаңа басшы керек. Жаңа арлан керек. Жаңа басшы керек. Жаңа арлан керек. Иә, сендерге жаңа арлан керек. Мен кеттім. Егерде Маугли қажет болса, қырағы көз, азулы тістер, Өткір тырнақ, Өткір тіл. Данышпан. Ақыл. барлығы да сен үшін дайын, Маугли.
Бұл Маугли туралы 5-ші, яғни соңғы әңгіме.